Ұлы Отан соғысы Қазақстан мәдениеті мен ғылымының дамуына қалай әсер етті? Қазақ жазушылары Ұлы Отан соғысы жылдарында әдебиеттің дамуына қандай үлес қосты? Кинематография саласы қандай деңгейде болды? Қазақстандағы музыка өнерінің дамуында оң өзгерістер орын алды ма? Осы сұрақтарға жауап берейік. Ұлы Отан соғысы Қазақстан мәдениеті мен ғылымының дамуына қалай әсер етті? Ұлы Отан соғысындағы жеңіске Қазақстанның мәдени қызметкерлері де үлкен үлес қосты. Ғылым және өнер адамдарының еңбегі майдандағы кеңестік әскерлердің ерлігімен, жұмысшылар мен колхозшылардың тылдағы даңқты істермен пара-пар болды. 1946 жылы маусымда Қазақ КСР ғылым академиясы құрылып, Қаныш Сәтбаев оның тұңғыш президенті болып тағайындалды. Ғылым академиясында белгілі ғалымдар Дмитрий Сокольский, Уфа Ахмет Сафин, Мұрат Айтхожин, Евней Бөкетов, Әлкей Марғұлан жұмыс істеді. Қазақ жазушылары Ұлы Отан соғысы жылдарында әдебиеттің дамуына қандай үлестерін қосты? Бұл кезеңдегі әдебиеттің негізгі тақырыбы патриотизм және отанды қорғау болды. Отанды қорғау Жамбыл Жабаевтың Ленинградтық өренім, Әбділда Тәжібаевтың Ленинград өлеңдерінде жырланды. Сондай-ақ соғыс тақырыбы Зейін Шашкин, Қасым Аманжолов, Әбу Сәрсенбаевтың шығармаларында да көрініс тапты. Соғыстың алғашқы күндерінен бастап-ақ 90-ға жуық қазақстандық ақын мен жазушы майдан шебіне аттанды. Олар майдандас жауынгерлерге батырлықтың үлгісін көрсетіп, өздерінің шығармаларымен жауға қарсы соғысқа рухтандырды. Олардың қатарында Дмитрий Снегин, Дихан Әбілев, Жұмағали Сайын, Қалқаман Әбдіқадыровтар болды. Кинематография саласы қандай деңгейде болды? 1941 жылы Қазақстанға Мосфильм, Ленфильм киностудиялар көшіп келді. Бұл киностудиялар 2 жыл ішінде Алматы киностудиясымен бірігіп, 23 кинокартина түсірді. Олардың ішінде партизандар, екі жауынгер, Георгий Сакадзе сияқты танымал кинокартиналар бар. Сондай-ақ соғыс жылдарында Алматыда актерлерді даярлайтын бүкіл одақтық мемлекеттік кинематография институты жұмыс істеді. Қазақстандағы музыка өнерінің дамуында оң өзгерістер орын алды ма? Қазақстан композиторлары 300-ден астам музыкалық шығарма, опералар, симфониялар, әскери патриоттық әндер жазды. 1942 жылы Евгений Брусиловскийдің «Гвардия алға», 1944 жылы Ахмет Жұбанов пен Латиф Хамидидің «Төлеген Тоқтаров», Мұқан Төлебаевтың «Біржан Сара» опералары жазылды. 1949 жылы осы операның авторларына және негізгі партиясын орындаушыларға КСРО мемлекеттік сыйлықтары тапсырылды. Осылайша, Ұлы Отан соғысы жылдарында қазақ мәдениеті өзінің даму үрдісін тоқтатпады. Дегенмен әміршілдік әкімшілік жүйе мәдениет саласын өз бақылауында ұстап тұрды.